Қайырлы күн көрермен. Бүгін бізде күн 30 қараша. Қазір сағат 2 болып, машинаны жанармай бекетінде газда полный құйып алдық, бензин 2000 теңгеге құйып алдық. Енді желге шықтық. Алғашқы тапсырыс бізде Саяжай 21-ден Педагог 3 деген жерге. Қазір баруға дейін 500 метр қалды, 1 минут көрсетіп тұр. Ал екінші Б нүктесіне дейін 7,5 шақырым көрсетіп тұр. Ол бізде 20 минут көрсетіп тұр. Желде жүрген жігіттер, баршаңызға күндеріңіз сәтті өтсін, берекелі күн болсын. Ал біз жұмысты бастаймыз, көреміз қанша тапсырыс шығатынын. Қала бойынша коэффициент 100-ден 1000 теңгеге дейін, яғни коэффициент бар деген сөз. Мына тапсырыстың өзі коэффициентпен түсті маған. Есте сала кетейін, Ақтөбе қаласы бойынша Яндекс таксиде, Яндекс қызметінде қанша тапсырыс түседі? Менде қазір 4 тапсырыс, 4 тарифте қосылды. Ол бізде эконом тарифі, комфорт тарифі, жеткізу және курьер. Кеттік. Бардак салып отыр. Кеттік. Алғашқы тапсырысты аяқтадық. Мұнда 400 теңге шықты, 24 минут. Бүгін күн сенбі болса да қаланың кейбір көшелерінде, қиылыстарында кептеліс болып жатыр екен. Енді қазір біздер бір жаққа келдік, мынау деген қаланың, қалай айтсам болады, жақын жер, бірақ дегенмен де жолдар өте нашар жер. Дачалар ғой. Қазір бұл жақтан тапсырыс болса болады, болмаса қайтадан қалаға қарай жүретін боламыз. Бәрі тым жақсы, әдемі болды, 7,5 шақырым. Бірақ 1,5 шақырымы осындай жолсыз. Жол өте нашар, жол жоқ. Мынадай. Осындай жолдар. Мына жерлері кішкене более-менее. Әр жағы вообще нашарлау. Енді тапсырыс күтетін боламыз. Негізі мына Яндекс заправкамен заправить етіп көру керек. Плюс 2 ұпай береді приоритетке. Яғни менде қазір плюс 6 болып тұрса, плюс 8 болады. Сосын қала бойынша жаңағыдай наклейка жабыстырған үшін приоритет береді. Сосын тағы да не бар? Көліктің жылына байланысты. Егер көлігіңіз жаңа болса, немесе 23 жылғы болса, соған да приоритет береді. Сосын ИП ашсаңыз, ИП арқылы жұмыс жасасаңыз, оған да приоритет береді. Бұл жақта әрине интернет нашар, бір қосылып, бір сөніп жатыр. Міне қазір қайттан қосылып, сөніп қалып, қайттан қосылып жатыр. Бір ендинг жасаған үшін тапсырыс түсті. Бұл бізде қайттан ішке қарай кірем бе? Телефон қатып жатыр, әлде интернет қатып жатыр. Жоқ. Ішке қарай мен осы тіке жүре берсем, алда қарай жағымдаман, алдымдаман, не оған. Жоқ, мұны қақтаңыз біз жалып. Арт жағымда. Тағы интернет істеме алып. Сол себепте көре алмайым маршрутты. Қалай кеткен? Артқа кеткен ғой.
жоқ өтке жүре беремін кеттік. Телефон қатып жатыр, білмеймін. Телефон қатып жатыр, әлі интернет дұрыс емес пе? Үшін маршрут қойылмай жатыр, қайта-қайта. Не болғанда да алдым да, осы тіке алдыда жүріп, сосын сол қарай бұрылу керек болады маған. Ауа райы бұзылайын тұр. Қар жауғысы келіп тұр ма, жаңағындай тым жақсы күн шығып тұрады, әдемі болып. Енді біртүрлі бұлтты болып кетті қайтадан. Тапсырыс 5 минут уақытымызды алып 670 теңгеге түсті. Енді бізден қайтадан тапсырыс түсті. Мына жерде сауда үйі, Аида деген сауда үйі бар. Содан Құлымбетова көшесі. Яғни қаланың ескі жағына барамыз. Тапсырысты аяқтадық, 680 теңгеге шықты. Енді менде баланста минусқа түсіп кетті. Минус 173-ке. Енді мен тек қазір картамен тапсырыстарды аламын. Пока плюске шыққанша. Коэффициент 100-ден 950 теңгеге дейін түсіп кетті. Мана естеріңізде болса 100-ден 1000 теңгеге дейін еді. Енді мына жерде тұрамыз, енді басқа істейміз, бостамас жүргенде де бәрі. Айырмашылығы жоқ сияқты жүргенмен тұрғаннан. Осы жерден тапсырыстар болып жатса, осы жерден келедік өзі. Қаланың қақ ортасындамыз қазір. Так, мен әлде пополнить етіп жіберсем екен. Қолдырып жіберген дұрыс шығар, бостан-бос отқаннан. Мына мен тіркелген таксопаркте былай екен, бонус бөлек, сосын одан, то есть баланс бөлек, одан қалғаны бонустар бар екен. Мысалы, менде қазір бонус 3220 теңге. Осы бонусты не затқа қолданатын мен түсіне алмадым, бірақ таксопарктен сұрағанда ол маған айтқаны, сіздің балансыңызде ақша болмаса, сол бонустан алынады деді. Бірақ менде қазір балансым минус 173-ке түсіп кетті. Сол себептен мен қазір Каспи арқылы толтыратын боламын. 500 теңге салып алсам, әзірге жарайды сияқты. Баланс толтырайын деп едім, бірақ менде бір қателіктер шығып кетіп тұр. Абонент нөмір табылған жоқ деп, бірақ мен тіркеген нөмірім барлығы сәйкес келеді, бірақ сонда да неге екен. Осы жерден бірден төлей жүруге болады екен. Бірақ Каспиден ашып төлей жүруге болады. Бірақ менде қателіктер шығып тұр. Қазір міне тағы да селфи тексерісінен өттік осы бойы. Тағы да заказ недоступны дейді. Интернетін тағы да істемей жатыр. Қала бойынша интернет нашарлап кетті ме, жоқ мен телефон нашарлап кетті. Мен соны түсінбедім. Фотоконтроль машины ертең дейді. Фото бақылау ертең өту керек. Қазір де өтіп қойсаңыз болады деп уведомление келіп жатыр. Білмеймін, мен интернеттің нашар болып тұрмын екен. Телефонды қайта ауыстыру керек болып тұрмын екен. Әлде нет интернета. Барлық жерде солай ма? Нет интернета. Доступ в интернет возобновлен. Алтылда Билайнда бар, менде екеуі де дұрыс істемей тұр қазір. Міне, например, мысалы айтатын болсақ, селфи жібердім, бірақ әлі бармай жатыр. Идет подключение деп тұр әлі. Әлі Яндекс дұрыс істемейді екен. Повторите дейді. Мүлдем некорректно жұмыс істеп жатыр. Техникалық ақаулар. Қала бойынша коэффициент 100-ден 750 теңгеге түсіп кетті. Бірақ маған коэффициентсіз тапсырыс келіп тұр. Мега шығыс сауда үйінен кирпичный деген бізде, кірпішті деген ауыл бар. Ауыл болғанда аудан ғой. Сол жаққа. Бізде мынау қазір мега шығыс деген жердің
сауда үйінің алды. Әр кезде де, қай кезде барсаң да кептеліс болып жатады. Сол себептен көреміз, кептеліссіз барамыз оңыз. Менде әлі интернетім әлі дұрыс істемей тұр. Нақты геолокацияны көрсете алмай тұр қазір. Бірақ жобамен біріп қоядырым қай қоратынымда. Мега шығыс деген сауда үйінің алды қою, андай қызыл емес, қоюмен белгіленіп тұр ғой кәдімгідей ше. Кептеліс деген кәдімгі қою қызыл түсіміз. Қанық қызыл ма сондай болып тұр. Бұл жақта күнде солай. Кішкене кешігіп жатырмыз. 2 минуттан асып кетті. 2 минут 20 секундтан асып кетті. Мына жерден перекрестіктен өте алмай отырық қой. Ар жақ қарай өтудің өзі күш болып тұрамыз. Машиналарда тормозить етіп кіріп болмайды. Содан амал жоқ. Кіріп кететін жерлері ғой. Чип бітпесе болмаған мынау автобус. Негізі мына жерде тұруға да болмайды. Негізі бірақ білмеймін. Яндекс осылай клиенттерге тұруға рұқсат береді негізі. Мына қараңызшы. Адамдар түсіп жатырмыз. Түсіп қалып жатыр. Постоянно осылай мына жер. На месте бастым. Кассадан клиника. На месте бастым, бірақ ешқандай адам шыққан жоқ. Nokia атқақсадым. Мына жерге тұра қойыншы, амал жоқ. Сонда айтып жіберсем екен. Остановкада тұруға болмайды. Остановканың бері қарай кішкене автобус өтіп кетсін деп. Абонент бросил звонок. Басып жатыр. Уже выхожу ведь. Максимум. Жоқ болсыңыз. Саламатсыз ба? Өзіңіз ғой, иә? Ал? Өзіңіз ғой? Иә. Сіз осыған заказ беріп тұрсыз. Осы үйді көрсетіп тұр. Кирпичная 10 деп бердіңіз ғой апа сіз? Кирпичный 1. 10 деп тұрмын да. Иә, 10 апа. Міне. Кирпичный. Улица Устурт 1. 10 деп тұр менде апа міне. Жоқ, Устурт 1. Апа, келіп тұрамын мен соған. Қай жерде ол, жақын жерде ма? Көрейік енді. Устурт 1 деген болу керек. Потому что мына емес, мен білемін, ол сол тәртіпті. Мен сіз осыны үйге заказ беріп тұрсыз ғой, Ол кетіп емес, тұрмын. қазір сұрап жүрейін. Устурт 1 деген көше дейсіз бе? Иә. 13 тұр. 13-тің айналасында шығар сол, иә? Осы айналада болу керек қой. Устурт 1. Қызым, сен жаңа кирпичный 10 деп бердің ба заказды?
үстірт бір деп тұр ғой, мына такси саяды, сен 10 деп бердің дейді. Вообще бөтен үйдің қасына деп тұрмыз, осы күттей, оларды көрсіп тасты ғой. Қарашы енді, білмеймін. Қарай ғой жақын жерде көрмеймін ал. Үстірт бір әйтеуір. Адасып жүрміз не? 2 километр бар екен апа ол жерге дейін. Қазір мына жерден. Үстірт, бәсе кирпичный 10-ға заказ беріңіз. Ақжар ғой апа ол кирпичный емес. Ақжар ғой ол кирпичный етпеді. Мына ақжар көрсетіп тұр, үстірт бір деген. Ақжар бар ғой, ақжар 2. Сол жақты көрсетіп тұр, мына кирпичный жатпайды ғой. Ол не дұрыс емес анау не? Навигатор ма? Иә. Потому что кирпичный үстірт бір деп деді маған. Желден шығып әкеліп тастауға тура кетті. Ара қашықтығы шамамен 2 шақырымдай. Негізі. Анамызбен қатар кісі шамамен шамалас. Далаға тастап кетуге ұят. Сіздер өздеріңіз қалай істейтіндеріңіздер, егер де осылай адресті дұрыс жазбай, басқа жерге апарып тастайсыздар. Желге қайта шықтық. Қала бойынша коэффициент 100-ден 950 теңгеге дейін. Мына кісі әлі табылмай жүр. Үстірт бірге кеткен, бірақ сонда да телефонымыздан да бәрі адресін дұрыс білмейді. Өзі білмейді сияқты соған қарағанда. 3 этажды үй дейді, бірақ ол үстірт бірде 2 этажды үй. Мына қараңызшы. Мына әдейі істеп тастаған екен. Мына қараңыз. Ну, типа малый, да? Әдемі, иә, былай, иә? Ол тапсырыс түсті, ну, Черемуха көшесі дейді. Блин, так, былай береміз де. Ар жаққа өтіп. Или былай мәжден развод жасап қайттым. Мәжден развод жасаймыз да қайттым кіріп бар. Келесі тапсырысқа кеттік. Тапсырысты аяқтадық, 780 теңгеге шықты. Келесі тапсырыс түседі, бірақ ол атмен беріп жатты. Енді қайтадан біздер Нокина көшесіне қарай. Нокина. Енді қазір біздер қайтадан Нокина даңғылына қарай шығып бара жатырмыз. Тапсырыс түсті. Әкімжанова көшесі дейді. Әкімжанова көшесіне былай тіке шығып жоғарғы. Осы келе жатқан, алып жатқан тапсырысым жеткізу қызметін не тапсырыс берген, бірақ есіктен есікке деген функцияны қосуға ұмытып кеткен. Жаңа хабарласып едім. Ол өзі түсініп қойды, естідіңіздер жаңа диалогты. Қанша теңге алар едіңіздер сіздер өздеріңіз. Бұлай негізі 150-200 теңге солай болады. Егер коэффициентпен болса, ол кішкене жоғарылау болуы мүмкін. 350-450 теңгеге дейін болатын кездер болады. Мен білмеймін, мына кісінің тапсырса шамамен 980 теңге, яғни 1000 теңгеге шығып тұр. Енді мен бұған 1200 деп айтсам, қалай болады? Не төлеймін мен брадан, анау дейді. Обычно қалай болатын еді негізі. 200 теңге нормально сияқты былай. 200 теңге. Алты тапсырыс орындаппын, 4200 теңге. 4179 теңге таза табыс. Өте аз. Алты тапсырысқа өте аз. Ол жоқ дегенде 5000-5500 теңге шығу керек еді негізі. Коэффициент болған күннің өзінде. Көреміз. Бұйырғанын ұрып атырық, бұйырғанын қабылдап атырық, апарып жасап атырық. Ешқайсысын атмен беріп атқан жоқпыз. 216 газель. Өзіңді көріп атсаң, саған адымша рахмет. Тапсырыс негізі 1060 теңгеге шықты. Ол жігіт маған 2000 теңге берді. Яғни 940 теңге шаевие. Енді қазір өзім шаруамыздан кетіп барадық, тем более ол сынып тұр екен негізі ше.
машинасы. Шаруамыздан барады. Ағамыз көлік алған екен. Камри 40 автокөлігі. Қазір облыстық акимат жақтамыз дейді. Соған баратын боламыз. Так, одан кейін мүмкін тапсырысқа шығамыз, мүмкін шықпаймыз, бірақ шығатын шығамыз, ол жақта барып көріп, құтты болсын айтып, немді көрімдігімді беріп қайтамын ғой, бұйырса. Мен қалтамда ақшалай, қағаз ақша жоқ қазір менде. Скорее всего, көрімдікті Каспимен беретін болады. Тапқан ақшаның барлығы сол көрімдікке дейін тұр бұйырса. Қайыр. Қазір барып көреміз. Тапсырысты тамамдайық. Айтып кетейік енді. Қанша тапсырыс орындадым мен? 7 тапсырыс орындаппын. 7 тапсырыс орындаппын. 5097 теңге. Бұл негізі өте аз. 7 тапсырысқа мықты аз. Қалай кіріп кетсем болады мен? Так, былай. Старый частьпен кірмей ақ қояйын. Лучше прямой кіріп кетейін. Мәскеу ауданымен өтіп, кесіп өтіп, сосын Әбілқайыр ханға түсе болсам. Ол бізде Абай даңғылында тұр. Көлігі. Транзит нөмірмен алып жатыр. Есімі Бекет екен жаңа жігіттің. Транзит нөмірмен алып жатыр көлікті. Сол нотариус істейді. Қазір қалай болады, қалай істейді. Қызық сол процесс. Ол былай мен түсінуім бойынша. Мысалы, елге кіреді, транзит нөмірмен Грузиядан алып келеді. Транзит нөмірмен жүреді. Сосын елге кіргізерде, мысалы, мен сатып алдым, менің атымда тұрады. Мен кіргізем ішке, сол негізі заңы бойынша 10 күннің ішінде мен Қазақстандық учетқа қойып үлгеру керекпін. Негізі. Бірақ көбісі айдап жүр, білесіздер. Ол негізі ұстап алса, негізі дұрысынан соғанатын болса, мен түсінуім бойынша штраф стоянка. Пока штрафын төлемей, айыппұлды төлемей, Қазақстандық учетқа қоймай, көлікті бермейтін сияқты. Білмеймін бірақ енді. Ол жағын. Ол мүмкін үкіметтің бізге қарасып жатқан көмегі шығар мүмкін. Оны оқуға білмеймін, бірақ көбісі алып келіп алып, учетқа қоймай жүргендерін көрдім. Өзім таныстарымның арасында да бар ондайлар. Учетқа қоймай жүргендер. Сосын жаңағыдай учет қоймағасын ойлайды, штраф келмейді деп, негізі штраф келеді екен. Осы Ақтөбе қаласында сондай жағдай болады. Біреу штрафқа түседі. Енді ойлайсың ғой, келмейді деп. Сөйтсе штрафқа түскенде, Алматы қаласында да болған ондай мықты көп неге түсіп тұрған. Фотокамера бар ғой, фотоконтроль, жаңағы камера, видеокамералар бар ғой, жаңағы неде перекрестіктерде қиылыстарда тұрады. Соларда превышение скорость, басқа да басқа нарушениемен түсіп болған. Солай. Бесплатно только в мышеловке дейма не дейді орыстар, сондай бар ғой, сол сияқты. Ол жағдайдың минусы да бар, плюсы да бар. Енді бірақ енді мен жаңағыдай, басқа учеттің машиналары нарушение жасайды, мынау деп тұрғанда сөзім емес. Бірақ ондайдан айтудан сақтым, өйткені ол көлікке мен де мінуім мүмкінмін транзит нөмірмен. Просто кедейгі болады, осыларды қыста екен бір жақсылап анау деген әңгімелерді естіп жатамын өзім таныстарымның арасынан. Айдап жүрген адамда сен сияқты қарапайым халық қой, былай қарап тұрсаң. Мен айдап жүрген, сіз айдап жүріңіз. Негізі жалпы қарапайым халық. Ой, мына жер дұрыс екен, осы жерден көру керек. Не, ладно, анау мен түсіп қоямын. Қарапайым халық, сол себептен енді түсіністікпен қарау керек. Я, болады менде, кейде болады. Мықты қатты нарушение жасап баратқан кездері болады. Енді ішінде өзіміздің адам отырған, не болғанда да. Өзіміз Қазақстан азаматы, өзіміз сияқты күнделікті көлік айдап жүрген адамдар просто ойлайды да, типа, штрафқа түспеймін деп. Қазандай білесіздер ғой, штрафқа түспегенмен де, камера түсірмегенмен де,
жаңағы активистер бар екен. Гражданский активист деген, активисті деген. Солар видеоға түсіріп алады, болды. Видеоға көріп тұрсың, сол нарушение жасалып барғанын көріп тұр. Одан артық қандай сізге дәлел керек та? Менің өзім ойым. Менде бір жағдай болған сондай. Бірақ дәлелдей алмады ол кезде. Сол себептен байқап жүріңіздер. Ең басты өзіңіздің денсаулығыңыз үшін. Өйткені көлік қайтадан бастан етіледі. Немесе басқа көлік алатында жағдайыңыз болады. Ал денсаулықты қайтадан қалпына келтіру өте қиын. Қалпына келтіру өте қиын. Жол деген негізі қателіктерді кешірмейді жалпы. Ой, күнде жүрмін ғой. Бүйтіп ойыншы, мына жерден бұрылуға ойыншы, мына жерден разворот жасауға ойыншы дегендер болмайтын негізі. Сағат 5-ке 20 минут қап бізде. Сонда бізде тапқанымыз 3 сағаттың ішінде тапқанымыз ғой, жаңа табыс. Барша қаралымдарыңызға рахмет, көптен көп. Мына каналды арнаны қарағанда көбісі жазылмай қарайды екен, сол себептен жазылуларыңызды өтінемін. Тез арада 1000-ға жетіп алсақ, менде монетизация алу мүмкіндігі болады. Бірақ просмотрдың уақыты керек маған. Қазір енді шамамен статистика бойынша қазір қысқа көрейік, қанша сағат қаралым жинаулы тұрғанын. Монетизация. Қазір негізі 4000 сағат жинау керекпін. Қазір менде 2388 сағат. 2388, яғни 1612 сағат қалған. 1612 сағат. Ал подписчик бойынша, яғни арнаға жиналған арнаға жазылымдардың саны бойынша менде қазір 778 подписчигім бар екен. Яғни маған 1000 адам керек. Ар жағында 778, 780 деп округлять етсек, 220 адам керек қой маған. 222 адам керек таза. Округлять етемей таза санайтын болсақ, 222 адам керек. Алда видеолар түсіретін ой бар, сосын тағы да кешегіде бір петличка қарап едім. Жақсы петличкелер бар екен. Сол петличкамен видеоға шолулар түсіруге болып тұр. Көліктерге шолу жасап, ұнаған жағын, ұнамаған жағын. Яғни мен көбіне енді өзім мінген көліктерді айтам. Өйткені жалпы айтылмайсың. Мен мына жер ұнамады, бір-екі ойдағынан айтылмайсың. Сол себептен оны айдап жүру керек, эксплуатацияда болу керек. Өзіңнің астында. Не жер сынады, қай жер слабый, қай жерін көп ауыстырасың. Мысалы, мына Nissan Tiana'ны мен сатып алғалы кешегіде тек майын ауыстырдым. Антифриз ауыстырған жоқ, антифриз нормально, әдемі тұр, таза. Сосын тормозной колодкаға алмастырдым передний. Ол 6000 теңге тұрады екен. Былай шамамен әдемі, экономичный машина сияқты енді. Білмеймін, басқа детальдары қандай болатынын. Оны енді сынған уақытта көретін боламыз. Былай енді пока жүріп тұр, әдемі шүкір. Сұрап тұрған жоқ ештеңе. Свич ауыстыру керек, соны бір реттеу керек болып жүр. 6 цилиндр болғасын ауыстыру қиындау екен мынада. Жақсы, рахмет қаралымдарға. Каналға егерде жазылмасаңыз, арнаға егер жазылмасаңыз, жазылуларыңызды өтінемін. Рахмет, аманшылықта, саушылықта.